Айтпақшы, сіз кешкі асқа қытырлақ тауық етін немесе таңертең қуырылған жұмыртқа жеп отырғанда, алдыңыздағы тәрелкеде жер бетіндегі ең қатыгез әрі ең ұлы жыртқыштардың тікелей мұрагері жатқанын білесіз бе? Біз тауықтарды ақымақ, қорқақ, ұша алмайтын, тек еті мен жұмыртқасы үшін жаратылған ауылдың қарапайым құсы деп қабылдауға әбден үйренгенбіз. Тіпті қорқақ адамды тауық ми деп мазақтайтынымыз да бар. Бірақ ғылым мен эволюция тарихы бұл иллюзияны тас-талқан етті. Егер сіз зертханаға барып, осыдан 66 миллион жыл бұрын өмір сүрген алып тираннозавр рекстің сүйегіндегі ақуыз қалдықтары мен ДНК-сын қазіргі жануарлармен салыстырсаңыз, оның ең жақын тірі туысы қолтырауы немесе кесетке емес, кәдімгі біздің қорадағы тауық болып шығады. Олар жойылған жоқ, олар жай ғана қауырсын жамылып кішірейіп жаңа әлемге мінсіз бейімделді. Және олардың бейімделгені соншалық бүгінгі таңда жер бетінде шамамен 33 миллиард тауық өмір сүреді. Бұл жердегі адамдардың санынан 4 есе көп. Олар адамзат тарихындағы планетаны жаулап алған ең табысты құрғақтағы омыртқалы жаратылыс. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз адамның асқазанына тәуелді болып көрінетін, бірақ артында миллиондаған жылдық құпия жасырған ең жұмбақ құстың әлеміне үңілеміз. Бүгінгі үлкен шығарылымда Джек Хорнердің ессіз эксперименті. Ғалымдар тауықтың генін өзгертіп, одан қалай тірі динозавр жасап шығармақшы. Матрица көзілдірігі. Неліктен тауықтар әлемді ультракүлгін нұрда көреді және олар қараңғыда неден қорқады? Тауықтардың қатыгез мафиясы. Олардың топ ішіндегі қатаң билік сатысы және 100-ден астам бет әлпетті жаттап алу қабілеті. Және ең шок факт. Басы кесілсе де 18 ай бойы, яғни 1,5 жыл тірі өмір сүрген Майк есімді әтештің феномені. Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз қорадағы тауықтарға мүлдем басқа, үрейлі әрі құрметпен қарайтын боласыз. Сіз тауық пен динозаврды бір-біріне мүлдем ұқсатпайтын шығарсыз, бірақ олардың қаңқасына мұқият қарасаңыз, ұқсастықтар көзді шағылстырады. 2 аяқпен жүруі, аяқтарындағы қабыршақтары, 3 саусақты тырнақтары және ең бастысы, олардың генетикалық коды, яғни ДНК-сы. Америкалық атақты палеонтолог Джек Хорнер өте қарапайым әрі шок қылатын идеяны алға тартты. Егер біз динозаврды тірілткіміз келсе, бізге миллион жыл бұрынғы тасқа айналған москиттердің қанын іздеудің қажеті жоқ. Динозаврдың толық сызбасы дәл қазір ауладағы тауықтың ДНК-сында ұйықтап жатыр. Ғалымдар жұмыртқа ішіндегі балапанның қалай дамитынын микроскоппен зерттегенде үлкен жаңалық ашты. Балапан жұмыртқаның ішінде өсіп келе жатқан алғашқы күндері оның кәдімгі кесеткенікіндей ұзын құйрығы болады. Сонымен қатар оның бетінде тұмсық емес, нағыз өткір тістері бар жақ сүйегі қалыптаса бастайды. Оның қанаттарының ұшында ежелгі жыртқыштардікіндей кішкентай саусақтары мен тырнақтары өсіп шығады. Бірақ жұмыртқадан шығуға жақындағанда тауықтың ДНК-сындағы арнайы эволюциялық ауыстырғыш батырмалар іске қосылады. Бұл гендер құйрықты жойып жібереді, тістерді біріктіріп тұмсыққа айналдырады, ал қанаттағы тырнақтарды қауырсынның астына жасырып тастайды. Джек Хорнер бастаған ғалымдар тобы қазір дино тауық жобасын жүзеге асыруда. Олар гендік инженерия арқылы тауық эмбрионындағы сол эволюциялық батырмаларды сөндіріп тастауға тырысып жатыр. Мақсат тауықтың тістерін, ұзын құйрығын және алдыңғы 2 қолын кері қайтару. Және олар қазірдің өзінде зертханада тістері мен тұмсығы араласқан жартылай мутант эмбриондарды өсіріп шығарды. Егер бұл жоба 100% сәтті аяқталса, жақын арада біз көлемі тауықтай ғана, бірақ сыртқы түрі нағыз кішкентай велоцирапторға немесе тираннозаврға ұқсайтын тірі жаратылысты көретін боламыз. Бұл фантастика емес, бұл таза биологиялық реверс инженерия. Сіз тауықтың көзіне қарап, бұл мисыз мақұлық айналаны қалай көреді екен деп ойлап көрдіңіз бе? Шын мәнінде біз тауықтарды аямауымыз керек, олар керісінше бізді аяуы керек. Өйткені тауықтардың көру қабілеті адамдыкінен әлде қайда жоғары, өте күрделі супертехнологияға ие. Адамның көзінде түстерді қабылдайтын тек 3 түрлі рецептор бар: қызыл, көк және жасыл. Бұл трихроматты көру жүйесі. Ал тауықтарда мұндай рецепторлардың 4 түрі бар, яғни тетрахроматтар. 4-ші рецептор оларға адам көзіне мүлдем көрінбейтін ультракүлгін сәулелерді көруге мүмкіндік береді. Бұл олардың өмірін қалай өзгертеді? Егер біз аулаға шықсақ, бәріміз үшін бірдей ақ немесе бірдей қоңыр тауықтар жүргенде көрінеді. Ал тауықтар ультракүлгін нұр арқылы бір-бірінің қауырсындарындағы біз көрмейтін ерекше, түрлі түсті өрнектерді көреді. Олар үшін әрбір тауықтың түсі мен сызықтары адамның саусақ ізі сияқты қайталанбас бірегей.
Осының арқасында олар өз тобындағы 100-ден астам түрлі тауықтың түрін қатесіз жаттап алады. Сонымен қатар, ультракүлгін көру арқылы олар қалың шөптің ішінде жасырынып жатқан кішкентай жәндіктер мен құрттарды жарқыраған неонды шамдар сияқты көреді. Олардың жем шоқуды мүлт кетпейтінінің себебі осында. Ең таңғаларлығы олардың таңертеңгілік уақыт сезу қабілеті. Бәріміз әтештер таңертең күн шыққанда жарықты көріп шақырады деп ойлаймыз. Жапон ғалымдары бұл мифті де жоққа шығарды. Олар бірнеше әтешті абсолютті қараңғы бөлмеге қамап, жасанды жарықты кездейсоқ уақытта жағып өшіріп тәжірибе жасады. Әтештер жарыққа мүлдем алданған жоқ. Олар сырттағы күннің шыққанын көрмесе де, тура 24 сағаттық ішкі биологиялық сағатының арқасында дәл таңғы уақытта шақыруын жалғастыра берді. Олардың миында кішкентай, бірақ мінсіз жұмыс істейтін таймер бар. Оның үстіне тауықтардың тұмсығының жоғарғы жағында кішкентай магниттік рецепторлар бар. Олар жердің магниттік өрісін сезеді және соның арқасында кез келген бағытта навигация жасай алады. Егер сіз тауықты көзін байлап бірнеше шақырым ұзаққа апарып тастасаңыз, ол компасы бар саяхатшы сияқты өз үйінің бағытын қатесіз тауып келе алады. Айтпақшы, сіз көптеген жануарлар мен құстардың бір-бірімен өте тату, ұйымшыл өмір сүретін естіген боларсыз. Бірақ тауықтар қоғамында демократия немесе теңдік деген ұғым мүлдем жоқ. Олардың қорасы нағыз қатегез мафияның немесе түрменің заңдарымен өмір сүретін микромемлекет. Ғылымда бұл құбылысты шоқу иерархиясы деп атайды. Бұл термин зоологиядан шығып қазір адамдардың саясаты мен бизнесінде де қолданылады. Бұл қалай жұмыс істейді? Әрбір тауық қорасында нақты әлеуметтік саты бар. Ең жоғарыда альфа тауық тұрады. Ол ең дәмді тамақты бірінші болып жейді. Ең жылы әрі биік жерде ұйықтайды. Суды да бірінші болып ішеді. Егер одан төмен тұрған кез келген тауық тамаққа бірінші бас салса, альфа оны қаны шыққанша шоқып орнына қояды. Және бұл билік сатысы ең төменгі, ең әлсіз, бәрінен таяқ жейтін сорлы тауыққа дейін тізбектеліп жалғасады. Егер сіз тұрақты өмір сүріп жатқан тауық қорасына сырттан жаңа бір тауық қоссаңыз, нағыз қанды гладиаторлық шайқас басталады. Жаңа тауық өзінің бұл билік сатысындағы орнын дәлелдеу үшін бүкіл топпен төбелесуге мәжбүр болады. Тауықтар өте қатыгез, олар әлсіз немесе жарақаттанған құсты аямайды, керісінше қанның иісін сезсе бәрі жабылып оны өлтіріп тастауға дейін барады. Яғни каннибализм толықтай қосылады. Бұл олардың бойында сақталып қалған ежелгі динозаврлық жыртқыштық инстинкт. Бірақ осындай қатыгездікпен қатар олардың интеллектісі мен тілі таңғалдырады. Тауықтары бір-бірімен сөйлесу үшін 30-дан астам түрлі нақты дыбыстық сигналдар қолданады. Оларда жай ғана қауіп төнді деген сигнал жоқ. Олар қауіптің қайдан келе жатқанын нақты айтады. Егер аспанда бүркіт немесе қаршыға ұшып бара жатса, тауық арнайы бір жиіліктегі дыбыс шығарады. Бұл дауысты естіген бүкіл қора бірден аспанға қарап жасырынатын шатыр іздейді. Ал егер жермен түлкі немесе ит келе жатса, олар мүлдем басқаша екінші түрлі дауыс шығарады. Бұл кезде қора аспанға емес, жерге қарап биікке, ағашқа немесе дуалға секіріп шығуға тырысады. Яғни олардың тілінде әуе шабуылы немесе құрлықтағы жау деген нақты әскери терминдер бар. Жануарлардың анатомиясы мен өмір сүру қабілетіне келгенде, тауықтар тарихтағы ең ессіз, ең қорқынышты рекордтың иесі. Сіз басы кесілген жаратылыс қанша уақыт өмір сүре алады деп ойлайсыз? Бірнеше минут, мүмкін 1 сағат. 1945 жылы ақш-тың Колорадо штатында Ллойд Олсон есімді фермер кешкі асқа дайындау үшін ауласындағы Майк есімді 5,5 айлық әтешті ұстап алады. Ол әтешті бөренеге қойып балтамен басын шауып тастайды. Кез келген қалыпты құс сияқты Майк бірнеше секунд тыпырлайды да, қайтадан аяғына тұрып ештеңе болмағандай аулада жем іздеп, басы болмаса да жерді шоқып жүре бастайды. Фермер шок болады. Ол бірнеше минуттан кейін өледі ғой деп ойлап, оны қораға қамап қояды. Бірақ ертеңіне таңертең қораны ашса, бассыз Майк тірі тұр. Тіпті басы жоқ болса да тамағынан шақырмақшы болып қырылдаған дауыс шығарады. Бұл қалай мүмкін болды? Ғалымдар бұл феноменді зерттеп мынадай тұжырымға келді. Тауықтың миы оның басының алдыңғы жағында емес, көздерінің артында төмен қарай 45 градус бұрышпен орналасқан. Фермердің балтасы Майктың бетін, көзін, тұмсығын және миының алдыңғы бөлігін толық кесіп тастаған. Бірақ ең бастысы, оның ми діңгегінің 80% және жүрек соғысы мен дем алуға жауап беретін негізгі тамырлар кесілмей аман қалған. Оған қоса қан тез ұйып қалып, Майк қансырап өлмеген. Майк ешқандай ауырсынуды сезген жоқ, өйткені ауырсынуды қабылдайтын ми орталығы жоқ еді. Бірақ ол жүре алды, ұйықтай алды және теңгерім сақтай алды. Фермер бұл кереметті көріп, Майкты өлтірмей, оны арнайы медициналық тамызғышпен тікелей өңешіне сүт пен су құйып тамақтандыра бастайды. Бассыз Майк нағыз әлемдік жұлдызға айналды.
Ол бүкіл Американы аралап, цирктерде өнер көрсетіп, фермерге қазіргі ақшамен санағанда айына $50,000 табыс әкеліп отырған. Майк осылайша басы жоқ күйінде тура 18 ай, яғни 1,5 жыл өмір сүрді. Ол тек байқаусызда тамағына сілекей тұрып қалып, тұншығып өлді. Бұл оқиға ғылымдағы ми мен дене байланысының қаншалықты жұмбақ екенін көрсететін тарихтағы ең сұмдық фактілердің бірі. Біз тауықтарды тек тамақ ретінде қабылдаймыз, бірақ адамзат бұл құсқа өзінің аман қалуы мен денсаулығы үшін өмір бойы қарыздар екенін көбісі біле бермейді. Себебі тауық жай ғана құс емес, ол жер бетіндегі ең мінсіз, ең арзан әрі ең тиімді табиғи биореактор. Қыс жақындағанда миллиондаған адам тұмауға қарсы вакцина алатынын білесіз, ал осы вакцина қайдан алынады деп ойлайсыз? Ол зертханадағы химиялық пробиркаларда емес, кәдімгі тауық жұмыртқасының ішінде өсіріледі. Бұл технология 1930 жылдары ойлап табылды, және ол әлі күнге дейін әлемдік медицинаның ең басты тірегі болып табылады. Жұмыртқаның ішіндегі орта вирустардың өсіп өнуі үшін жер бетіндегі ең керемет, ең таза стерилді орын. Ғалымдар тұмау вирусын ұрықтанған жұмыртқаның ішіне инемен енгізеді. Вирус жұмыртқаның ішінде бірнеше күн бойы миллиондаған есе көбейеді. Одан кейін ғалымдар сол жұмыртқаның ішінен көбейген вирусты сорып алып, оны өлтіреді де тазалап, бізге салынатын вакцина жасайды. Тек қана ақштың өзінде жыл сайын тұмау вакцинасын жасау үшін 140 миллионнан астам тауық жұмыртқасы қолданылады. Бұл әлемдік пандемиялар мен індеттерден адамзатты құтқарып тұрған көрінбейтін қорғаныс қалқаны. Егер ертең жер бетіндегі барлық тауықтар жойылып кетсе, біз тек тамақтан ғана емес, ең қауіпті вирустарға қарсы жалғыз арзан вакцина өндіру жүйесінен де айырылар едік. Тауықтар өз өмірін, өз жұмыртқаларын адамзаттың тірі қалуы үшін миллиондаған рет құрбан етуде. Міне достар, біз бүгін сіздермен бірге қарапайым аула құсының артында жатқан 66 миллион жылдық тарихты, қатегіз билік сатысын, ультракүлгін әлемді және медициналық құтқару операцияларын бірге зерттедік. Табиғат эволюциясы шынымен де әзілқой. Бір кездері бүкіл планетаны тітіренткен, қорқыныш ұялатқан алып динозаврлар метеориттен қырылып қалғанда, олардың ең кішкентай, ең әлсіз ұрпақтары аман қалды. Олар адамдардың әлсіздігін, тамаққа деген тәуелділігін пайдаланып, бүкіл жер шарына таралды. Бәлкім, біз тауықтарды торымызға қамап басқарып отырмыз деп ойлайтын шығармыз. Бірақ статистика қарасақ, олар біздің сандық көрсеткішімізді баяғыда басып озып, планетаның ең көп таралған қожайындарына айналып үлгерді. Бұл динозаврлардың эволюциялық ең ұлы жеңісі. Келесі жолы аулада жүрген тауыққа немесе қолыңыздағы қуырылған қанатқа қарағанда ойланыңыз. Бұл құстың ДНК-сында әлі де алып жыртқыштың гені ұйықтап жатыр, және оның көздері сіз көре алмайтын нұрды көреді. Бұл айтпақ шарнасы болды. Бізбен бірге күнделікті көріп жүрген қарапайым заттардың ішіндегі ұлы құпияларды ашуды жалғастырыңыз. Видео миыңызды сәл де болса шайқаса, лайк басып, достарыңызға жіберіңіз және пікірге жазыңыз. Майк есімді бассыз әтештің оқиғасына сенесіз бе?